5 қаңтар еліміздің тұңғыш әнұранының авторларының бірі, абайтанушы, ғалым, драматург Қайым Мұхамедхановтың туғанына 110 жыл толған болатын. Ғалымның өмір жолы, еңбектері мен ел үшін жасаған қызметін насихаттау мақсатында облыстық кітапханада бүгін ерекше әдеби подиум өтті. Қайым Мұхамедханов 1916 жылы Семей қаласында дүниеге келген. Ғалым өмір жолында 1000-нан астам ғылыми еңбек, 100-ден астам өлең мен поэма жазған. Сонымен қатар жазушы және аудармашы ретінде елге танымал тұлға. Оның еңбегі Қазақстанда текстология мен шәкәрімтану ғылымдарының негізін қалауға айтарлықтай үлес қосқан. Ал абай мұрасын зерттеудегі еңбегі ұлттық әдебиет пен мәдениет тарихында өлшеусіз орын алған. 1951 жылы кандидаттық диссертациясын қорғады. Бұл абайдың ақындық мектебі тақырыбында. Ал енді ол заман жаңағы алаш орташылар деп атайды ол кезде жаңағы шәкәрімдердің әлі ақталмаған кезі. Шәкәрімнің ата аталығы болмайды ол заманда. Неге сол заманда абайдың мектебі, оның шәкәрім, оның мектебі жаңағы шығармалардың текстологиясы жөнінде терең ғылыми зерттеулер жазып, өзінің диссертациялық жұмысын сәтті қорғап шығады. Аңыз адам ақиқат тұлға тақырыбын арқау еткен кездесуде Қайым Мұхамедхановтың өмір жолы, шығармашылығы мен ғылыми мұрасы кеңінен таныстырылды. Әдеби подиумға қатысушылар ғалымның азаматтық ұстанымы, оның ел тарихындағы орны туралы пікір алмасты. Қорытынды айтатын келсек, айтатын болсақ, бұл кісінің еңбегі өте орасан. Абай тану ғылым болсын, шәкәрім тану ғылымы болатын болсын, бұл кісі қазақ әдебиетінде осы қазіргі әдебиет саласында жүрген тұлғаларға жол көрсететін темір қазық деп айтсақ та болады. Мұндай әдеби танымдық іс-шаралар ел руханиятын дамыту және жас ұрпаққа тәрбиелік тағылым беру мақсатында маңызды бастама болып саналмақ. Қанат Күзберген, Ермек Кеншібек, Айқын ақпарат.